Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен мынандай күрен рулеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұны екінші тағам ретінде ыстық күйде ұсынсаңыздар да болады. Өте тойымды, ерекше, дәмді болып шығады бір істегеннен ақ. Видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рулетіміз үшін керек болатын заттар бұлар бізде сыр, 3 жұмыртқа, қаймақ және куркума және шым-шым тұз керек болады. Ең әуелі 3 жұмыртқамызды алып табағымызға жарып аламыз. Жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне қаймағымызды қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне сырымызды үккіштен өткізіп, салып жақсылап араластырамыз. Енді осының үстіне жарты шай қасық куркумамызды салып араластырамыз. Куркума бізге рулетімізге сарғыш түс береді. Енді осы араласқан массамызды табамызға салып, тегістеп шығамыз. Табамызға біркелкі етіп жайып алдық. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Енді рулетіміздің салмасына көшеміз. Ол үшін пиязымызды және тауықтың төс етін алып, майдалап, езіп аламыз блендермен. Менде блендер кішкентай, сол үшін мен 2-ге бөліп майдалап алдым. Егер блендер болмаса, ет тартқышты қолдансаңыздар болады. Енді осы салмамызға дәміне қарай тұз және бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған коржымыздың үстіне осы салмамызды салып жайғастырып шығамыз.
біркелкі етіп жайғастырып алдық. Енді рулет күйінде ораймыз. Рулетіміз өз қалпын сақтау үшін фольгаға орап, екі шетін осылай түйіп қоямыз. Сонда өз формасын жақсы сақтайды. Енді осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. 40 минут пісіп шыққаннан кейін фольгамызды ашып, бетін ашып, рулетіміздің және пеште 10 минут пісіреміз. Міне осындай болып шығады. Өзінің формасында жақсы ұстайды. Ассортиге қонақ шақырған кезінде қойсаңыздар да болады. Дастархандарыңыздың көркін ашады және тойымды әрі өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және өз отбасыларыңызды дәмді аспен қуантыңыздар. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.